Саламатсыздар ма оқушылар? Biz badırgan balamız, kuşlar kanat kağamız, dünyayı aralap, olup benim alamız. Stolun üstünde neler ko'rib turibmiz biz? Ular bizga ne uchun qashib ekan? Saboq tanlash uchun ya. Bo'lay bo'lsa, bugungi bizning taqdirimiz men qalay tamoq tanaman. Biz tamoqtanish uchun kunda ne istaymiz? Vaqtida tamoq ishlaymiz. Vaqtida tamoq ishlaymiz ya. Al, endi o'sha stolning ustidagi biz jemishlik derdinglar o'zlari ko'kins derdinglar ya. Solarda qana ikki sebetga jinoyatchi qo'ygansizlar, ya'ni jemishlarni. Bo'lay bo'lsa, o'sha stolning ustidagi jemishlarni, ko'kinslarni ikki sebetga jinoyat. Qarama, qana kim chiqadi? Qana bekor chiqadi? Cho'g'lar chiqadi, kelib qana. Qana stolning ustidagi sebetga jinoyat. O'zingizga unagan zatlarni jinoyatchi. Qo'ldan jinoyamiz. Tezlikimiz var. Kanalarga da salamiz ya. Ya. Жарайсың. Al şuğlar жинадыңдар ya. Енді şuğlar, sen ne sebepten bunu жемістерді жинадың? Men jemishlarni jinogan sebebim, jemishlarga darminga o'ta ko'p. Men ularni yaxshi ko'raman. Жарайсың, şuğlar жемістерді жақсы көреді екен ya. Сондықтан себетке жеміс-жидектерді жинады. Al Бегар, sen неге көкөністерді жинадың? Көкөніс жедім, анам салат, тамақ жасайды. Жарайсың. Бегарстың анасы көкөністерден әртүрлі салаттар, тағамдар дайындайды екен, я? Тамақтарын біз жақсы көреміз ба? Жақсы көреміз. Жарайсың. Отыра ғой қана. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мен қалай тамақтанамын. Оқушылар, ал енді осы көкөністер, жемістер туралы нелер білеміз? Қана, кім айтады? Қана Айша айта ғой. Алмада темір витамині бар. Ол адамға кесі. Жарайсың. Керемет. Мен шемін, күннің көзін сүйемін, қышқыл жырым менде бар, төмен басты ием. Жарайсың. Отыра ғой. Қана Нұрлыхан. Сәбізде құрамындағы С витамині бар, адамның ойын өшіреді. Жарайсың. Керемет. Бананда бұл 6 витамині бар. Оны балалар қатты жақсы көреді. Жарайсың. Керемет. Жарайта ғой. Жүзім қысты бір-бірлеп, үзіп мазмас безгенді, қамын алып көмбіліп, қысқы ерте қыз келді. Керемет. Жарайсың. Өте дұрыс айтасың. Қане еркен аз айта ғой. Мен өріктен ірімін, алма ұмыртқа інімін, тәттілердің бірімін, дастарханның гүлімін, сусыныңды қандырар, салқын somol şoranım. Servisde zaten orada balay.
зиянды да және пайдасы да бар екен, иә. Зиянды тағамдарға нелер жатады, пайдалы тағамдарға нелер жатады. Кәне, кім айтып береді? Кәне, Мерейка, келе ғой. Бәріміз кім? Бургер, лаваш, чикен адам ағзасына зиян. Ал енді мен пайдалы тағамдарды себетке жинап берейін. Және мына жидекке адам ағзасына пайдалы. Бұныға отыра ғой, керемет. Ал балалар, мына біздің бүгінгі сабағымыздан дұрыс тамақтану пирамидасы екен, иә? Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Түсінікті болды, иә? Олай болса, ауылдарындағы стикерге бүгінгі сабағымызда қайсысы не ұнағанын өздерің жазып, неге аламыз? Тақтаға ілеміз. Жазып болдық па? Олай болса, тақтаға шығып ілеміз. Жарайсың, Бейғаз. Бүгінгі сабақты толық түсініпсің, иә? Керемет. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, бүгінгі сабақты былайша айтқанда барлығымыз толық түсініппіз, иә? Енді осы бүгінгі өткен сабағымыздағы жеміс-жидектер, көкөністер, дұрыс тамақтануды біз өмірде әрқашанда дұрыс қолдана білуіміз керек, иә? Дұрыс қолданып жүріңдер. Сонымен бүгінгі сабағымыз